Сәлем достар, сіздерге бүгін таңғы асқа таптырмайтын астардың бірі бөректі қалай оңай және дәмді етіп жасауға болатындығын көрсететін боламын. Ендеше бастайық. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Бізге бар жоғы лаваш, қатты сыр және жұмыртқа қажет болады. Татымына қарай сәл тұз себетін боласыз. Ең алдымен лавашымызды осы видеода көрсетілгендей 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Лавашымызды барлығын керек формаға келтіріп кесіп алғаннан кейін сырымызды дайындайық. Бізге қалыңдау соломка қажет. Барлығын видеода көрсетілгендей кесіп шықсаңыз жеткілікті. Бұл бөректің салмасы ретінде жалғыз сырды ғана емес, творогты да пайдаланып, яғни сүзбені де пайдалансаңыз болады, өте дәмді шығады. Мінекей барлығын дайындап алғаннан кейін лавашымызға сырымызды салып, осылайша орайтын боламыз. Ұшын төмен қаратып қойыңыз, ашылып кетпес үшін. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ендігі кезек жұмыртқаға келді. Жұмыртқамызды жарып, егерде бір лаваштан жасайтын болсаңыз, бір жұмыртқа жеткілікті, ал көбірек жасайтын болса, 2 жұмыртқа салғаныңыз дұрыс. Осылайша жұмыртқамызды жарып, оған татымына қарай тұз сеуіп, шанышқының көмегімен араластырамыз. Барлық бөрегімізді осыған салып алатын боламыз. Мінекей табамызды қыздырып, оған сәл ғана май құйсаңыз жеткілікті. Содан кейін бөрегімізді жұмыртқаға салып батырып аламыз. Содан кейін барлық жағын қызартып тұрып, майға қуырып алатын боламыз. Ең бірінші табаға салған кезде шеткі, яғни бұрыш жағын төмен қаратып салсаңыз, жұмыртқаның көмегімен бірігіп кетеді, яғни бөрегіңіз ашылмайтын болады. Содан кейін қалған жағын барлығын аударып, әдемі түске енгізіп қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей осылайша барлық бөрегімізді қуырып шығамыз. Ішіндегі сыры еріп, сырты да қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Ендігі кезекте сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Сондай нәзік, жұмсақ болып, сыры еріп, таңғы асқа таптырмайтын ас болады. Ас болсын!